Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Қызым телесериалын айтатын боламыз. Яғни бүгін Ойка Асудың үйіне келеді. Джемаль туралы сұрайды. Джемаль деген бір аға бар еді, сол мен оны ұнатпаймын, үйге келіп жүр ма дейді. Сол кезде Асу айтады, жоқ ол келіп жүр, және де сен келген кезде оған айтамын келме деп. Оған Ойка айтады, иә мен оны ұнатпаймын, келмесін деп бірден шорт кетеді. Одан кейін Асу Ойканың көңілінен шыққысы келеді, саған макарон жасап берейін бе, қызанағы көп деп оны қызықтырады. Ал Ойка енді қанша дегенмен ол бала ғой, қызығып оған иә дейді. Сөйтіп Асу Ойкаге макарон жасап күшті қылып береді. Бұл жердегі макарон шынымен де күшті, сияқты мен жеңіп кетті сол кезде. Одан кейін Ойка анасы Асу дүкенге барып анау мынау алып келем деп кетеді. Одан кейін Ойка үйдің ішін барлығын қарап көреді. Сол кезде холодильниктің іші толған арақ және пиволар екен. Соған жынданып бүкілін аузын ашып бәрін төгіп тастайды. Одан кейін Огур қызбен сөйлесуге бара жатыр. Анасы және оның анасының подружкаларының барлығы оған мәз болып, Огур қызбен кездесуге бара жатыр деп үстінен әдемі киім кигізіп, шашын немен лимонның суымен қатырып қояды. Одан кейін Асу магазиннен келеді, келсе әкелген заттарын холодильникке қояйын деп ашып, холодильникті ашып қалса, ішінде бүкіл арақ шараптардың ешқайсысы жоқ болады. Сосын Асу жынданып Ойкаға келеді, сен ба және шынылардың бутылкаларын көреді. Аналарды неге төгіп тастағансың, неге лақтырасың деп кімге Ойкаға ұрсады. Ойка айтады, мен келгенде сен ішпе деп оған да айтады. Сол кезде айтады Асу, мен сен келгенде онсыз да ішпеймін, не үшін өйтіп төгіп тастайсың деп тағы да жынданып ашуланады. Сол кезде Ойка айтады, сен бір құдай білсін, сенің мүмкін ішіп қоюың мүмкін деп оған керісінше тағы да жауап береді. Асу жынданып асханаға қарай тамақ істеуге әрі қарай кетеді. Одан кейін Огур мен Сергей екеуі кафеге кездеседі, яғни кешегі жәрмеңке туралы сөйлесуге және одан басқа әңгімелер айтуға екеуі кездеседі. Одан кейін Ойкаге әкесі звондап жағдайын сұрайды, дәріңді іштің бе, ауырып қалған жоқсың ба, тамақ іштің бе деген секілді сұрақтар қояды. Ойка барлығы жақсы, Асу тамақ жасап жатыр, тамақ ішейін деп жатырмыз дейді. Одан кейін Огур мен Сергей екеуі сөйлеседі. Огур енді Сергейді жақсы көреді, сондықтан Огур қобалжып, шамалы қуып, не айтарын білмей, өзімен өзі қуып отырады. Сосын кімге, Сергейге, сен сондай жақсы адамсың дейді, сені анаммен таныстырайын ба деп, сені анаммен таныстырғым келеді, менің анам өте жақсы дейді. Сол кезде Сергей оған көзі бақырайып қарап қалады. Сол кезде Огур оны түсінбей, енді анаммен таныстырайын деп едім ғой, че-то мен қуып кеттім деген сияқты әңгімелер айтады. Сол кезде Сергей де айтады, иә шамалы сондай нәрселер болды дейді. Одан кейін Асу екеуі кешкі ас ішеді. Асу мен Ойка екеуі макарон жейді, шай ішеді. Сол кезде екеуі бірге әңгіме айтады. Асу айтады, сен маған әңгіме айтып берші дейді. Сол кезде Ойка, мен қандай әңгіме айтамын, мен әңгіме айта алмаймын дейді. Жарайды, мен саған ендеше сұрақ қоямын, сен соған жауап бер. Мектептегі достарың кім, қыз достарың бар ма, және мектепте не істедің, сабағың қалай деген сияқты сұрақтар қояды. Сол кезде Ойка айтады, білмеймін, барлығы жақсы дейді. Сол кезде Асу айтады, сенің жігітің бар ма, ұнатып жүрген дейді. Сол кезде Ойка үндемей қалады. Асу, ендеше сенің ұнатып жүрген жігітің бар екен ғой дейді. Біз ана мен қызы әрқашан бір сырлары болу керек, екеуі бір-бірінен еш нәрсе жасырмау керек, осылай сырласып әңгіме айту керек дейді. Одан кейін сразу Ойка айтады, сен не үшін мені тастап кеттің деп оған сұрақ қояды. Сол кезде Асу айтады, мен сені көтергенімде ешкім қасымда болған жоқ, әкем де, анам да, тіпті бауырларым да, мен қорықтым. Мен сені босанғаннан кейін менің кесірінен бір нәрсеге ұшырайсың ба, сен ауырып қала ма, мен саған дұрыс қарай алмаймын ба деген сияқты сұрақтар болды дейді. Содан кейін қатты жүрегіне тиіп кетеді Асудың. Сол кезде айтады, мен бұл жайлы сен үлкейгесін екеуміз сөйлесейікші, сол кезде сөйлессек бола ма деп айтады. Сол Ойка үндемейді, бірақ мен тағы да сұрақ қояйын деп жатқан кезде Ойка, мен ана жаққа барып келемін, сен екеуміз сосын сөйлесеміз деп асханаға қарай кетіп қалады. Сосын асханаға барып шамалы көзінен жас шығып біртүрлі болады. Одан кейін екеуі қайтадан келіп, екеуі сөйлеседі. Сол кезде Ойка сурет салып отырады. Анасы айтады, неге салып жатырсың бұл суретті дейді. Сол кезде Ойка айтады, мен ертең жәрмеңке болады мектепте, осындай суреттер және тамақтар істеп апарып сатады адамдар. Сол сатқаннан түскен ақшаны бір қорғама балалар үйіне береміз дейді. Сол кезде Асу айтады, мен де барайыншы, мен де саған бір нәрсе істеп апарамын. Иә, білемін, мен қолымнан еш нәрсе келмейді, бірақ бір магазиннен бір әдемі зат сатып алып, соны мен жасадым деп апара саламын, және сенің сыныбыңдағы қыздардың аналарымен танысамын дейді. Ойка қатты ішінен қуанады, бірақ жарайды дейді. Ендеше уақытын
уақытын айтмаған дейді. соны 2 күннен кейін болады деп ол өкіні қатты не қылып қояды, сендіріп қояды. Одан кейін екеуі ұйықтайды, екеуі өз бөлмесіне барып ұйықтайды. Ал Асу болса әрі-бері ұйықтағысы келеді, бірақ пиво ішкісі келіп, әрі-бері аунап-шықтайды, үйдің бәрін ішін ақтарады, пиво таппайды, бір кішкене ғана вино ма, коньяк па бірдеңке тауып алады, соны түбінде қалған соны ішеді, бірақ сонда да оған қанағаттанбай есікті жауып, неге пивохана ма, сонда ішетін жерге барып ішіп рахаттанып үйге келіп ұйықтайды. Сол кеткен бойда осы ұйқысынан тұрады, су ішкісі келеді, әрі-бері анасын іздейді, Асуды іздейді, бірақ таппайды. Сол кезде есіктің ар жағында біреулер айғайлап, есікті ұрқылап, ішкі адамдар ма білмеймін, енді біраз әңгіме айтып, сөйтіп қорқынышты болады. Сол кезде қатты қорқып кетіп бөлмесіне кіріп, мен ұйықтап қалсам барлығы жақсы болады деп көрпесін шамалып ұйықтап қалады. Келесі күн 2 күннен кейін жәрмеңке болады. Жәрмеңке болады, барлық адамдар неше түрлі нәрсе, біреуі пирог, біреуі торт, біреуі тағы кекс деген сияқты нәрселер пісіріп келген. Ал кеше соның жәрмеңкеге осы Огур мен Демир екеуі, бір Демир және Ойко үшеуі бір рогалики сияқты бірдеңке пісіреді, бірақ ол күйіп кеткен, бірақ сонда да осы жәрмеңкеге алып келеді. Одан кейін жәрмеңкеге алып келгеннен кейін осы Ойконы сыныптағы қыздары мазақ қылады. Мынау не деген қап-қара, анаңды көрдің бе, сен анаң келе ма өзі, не үшін сенің әке-шешең, анаң мен әкең саған кеш келеді деген сияқты намысына тиетін сөздер айтып оны жылатқысы келеді. Бірақ қасында өзі Огур тұрғаннан кейін Огур барыңдар ана жаққа деп оған ары қарай қуып жібереді жаңағылар. Бірақ ол Ойко сонда да әрі-бері анасын қатты күткен, өйткені ол келетініне сендірді. Әрі-бері күтеді, бірақ келмейді, жылағысы келеді. Одан кейін Демир мен Огур екеуі ұрлық жасамақшы. Бұрында бірге жұмыс жасаған бір кісі айтады, менің осы коллекциямда бір сақина қымбат, Осман империясында таққан бір сақина бар, қызыл көзі бар, соны ұрлап кетті. Егер де маған соны әкеліп берсеңдер, яғни ұрлап әкеліп берсеңдер, мен сендерге осы 20% беремін дейді. Екеуі біраз ойланып отырады да оған иә дейді. Одан кейін түнде Жананды шақырып алады, яғни кімді, Өкеге қарай тұруға. Ал сол кезде Огур мен Демир екеуі ұрлыққа түспекші болып кетеді. Екеуі бірге қонақ үйге барады. Сосын қонақ үйге байлар сияқты киініп алып, бағанағы сақинаны сатып алмақшы болып барады. Сол жердегі бір кісі сақинаны сейфтен көрсетіп, жарайды, біз төменге, мына жер ыстық болып кетті, төменге барып екеуміз сөйлесейік деп төменге түспекші болып жатқан кезде, жаңағы сатушы кісі сейфке қайтадан сақинаны салып жатқан кезде сейфтің кодын Демир жаттап алады. Содан кейін алмайтын болып кетіп қалады. Ал сол кезде Демир білдірмей осы бөлмеге келіп сейфті ашып сақинаны ұрлап кетіп қалады. Одан кейін келесі күні Огур Демир бүкіл қарыздарын барлығын осы сақинаны ұрлағандықтан барлығын ақшасын алып, қарыздарын барлығын жабады және үйге продукты алып, анау нәрсе алып келеді үйге. Одан кейін жаңағы Огурдың анасы осы Жананды ұнатып қалған. Соны осы Огурмен таныстырмақшы болып жүреді. Одан кейін Жананға жаңағы Огурдың анасы звондап, сен үйге келші, үйге кел сұлу қызым деп шақырып алады. Үйге келсе, жаңағы Демир мен Ойконың суретін көріп қалады. Сол кезде Жанан сұрайды, бұлар Демир мен Ойко емес па? Мен бұларды танимын дейді. Сол кезде жаңағы Огурдың анасы айтады, иә, ол менің балаларымның жан досы, ол менің қоңыр қозым Ойко дейді. Сол кезде сіз балаңызды көрсетіңізші суретін деп айтады. Сол кезде жаңағы Огурдың анасы Онурдың суретін алып келеді. Сол кезде айтады, бұл менің балам, және ол Демир екеуі баяғыдан бірге дос, екеуі айырылмастай дос, бірге үнемі бірге жүреді дейді. Сол кезде аспаннан алып жерге түскен сияқты Жанан біртүрлі болады. Одан кейін Жанан Жемальға келеді де шындықты айт деп бас салады. Ал сол кезде Жемальға да сол нәрсе керек еді. Бүкіл нәрсені өтірік пен шындықты араластырып, яғни екеуі сенің үйіңе ұрлық жасауға келді, ұрлық жасамақшы еді, сен оған алданып қалдың, олар сенімен баяғыдан ойнап жүр, екеуі баяғыдан дос, және осы кімді, Ойконы де сол арам істеріне араластырып жүр дейді. Соған ол Жанан жынданады. Ал келесі күні Демир ДНК сараптамасы келеді, яғни дайын болды, оған звондайды, ДНК дайын болды, келіп алып кетіңіз дейді. Ол алады, бірақ ашпайды, ақыр соңында ашпай қалады бүгінгі бөлімде. Одан кейін осы Жанан Демир мен Огур екеуінің дос екенін және екеуінің ұрлық жасайтынын барлығын айтып береді. Бүгін осымен бөлім аяқталды. Бүгінгі бөлім өте қызық болды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.